Kızım körpe, oyun batın körpe жасайын деп. Әже, ертең айтпайсыз? Жақсы қызым, әкел ертең оқып берейін. Келіңдер қыздар, ертең оқып берейін сіздерге. Bir üzüm nan дейді ертегінің аты. Қыздар, тыңдаңыздар. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған алтын мен күміс болыпты. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған төбесін бұтамен жапқан қора екен дейді. Алтын мен күмісі түгіл нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, орып, өзін-өзі күн көріпті дейді. Кедей егін егет суарат. Bir жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына. Кедей болса бір үзім нанды алып, ол да бір көмеш нанды алып, ағаштың басына шығып кетеді. Су тасқыны 15 күнге созылады дейді. Bir күні қарны ашқан бай кедейге: «Әй кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан бер дейді». «Жоқ, алтының өзіңе нанды бере алмаймын» дейді кедей айтады. Жоқ, екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды дейді. «Алтынымның жартысын берейін» дейді. Тағы да келіспейді кедей, бере алмаймын дейді. «Жоқ, бере алмаймын» дейді. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдай алмай, бай бір үзім нанға барлық алтынымды берейін дейді. Бай кедей айтады: «Жоқ, бере алмаймын» дейді, нанды бере алмаймын дейді. Мойнынан күші кетіп, бай басы айналып суға құлап кетеді дейді. Енді жейтін нан жоқ. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Сол нақыл сөз: алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейтін осыдан қалған екен балалар. Сонда мына бидайдан егінді егіп, суарып, балалар мынау арпа міне, бидай. Соны егеді, оны суарып, баптайды. Одан кейін не істейді балалар? Тартып, ұн қылып жасайды, нан жасайды екен, е? Мынау байдың алтыны. Сонда байдың алтыны болады. Сонда мына нені кедей айырбастамай отыр ғой алтынға. Қарны аш болса, не болады? Жермейді. Сол себепті еңбек етіп, егін егіп суарып, баптау керек екен. Балалар, ертеңнің кейіпкерлері айтасыздар ма, кім? Кім болды? Баймен кедей болған. Байдың несі болыпты? Алтын? Күмісі болыпты. Кедейде нан. Нан болғанда. Сонымен нақыл сөз айтқан екен: алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген осыдан қалған сөз екен балалар. Түсіндіңдер ме балалар? Иә.